Ассаламу алейкум, құрметті кәсіптестер. Бүгін мен сіздерге фильтр аппаратының қандай іске қосылу керектігін айтып өтпекшімін. Бұл аппаратымыз 8 этапта жұмыс алып барылады. Бірінші этапы 750 литрлік бочкаларымызда су болуы шарт. Бұл аппаратымыз сағатына 1 тонна суды фильтрлайды. Бұл жердегі көрсеткіші судың қаттылығы, ал бұл жердегі көрсеткіші фильтрланған судың қаттылығын білдіреді. Екінші этапы бұл кварц аппараты болып, бұл аппараттың қызметі судың қатпасуының алдын алады, механикалық тазалау функциясын алып барады. Үшінші этабымыз актив угол аппараты болып, бұл судың хлордан тазалайды, судың органикалық тарептен құрамын жақсылайды, судың жаман иіслерін кетіреді, һәм дамын жақсылау қызметін атқарады. Төртінші аппаратымыз катионит аппараты болып, қатты тұзлардан һәм ионлардан тазалау қызметін алып барады. Бесінші этабымыз бұл 5 микронлы картридж деп аталады. 5 микронлы картридж бұл өткерілген судың қаттылығын сақлайды. Кейінгі этап, 6-шы этабымыз бұл мембрана аппараты болып, тескары осмис аппараты өтіп суды фильтрлау қызметін атқарады. Кейінгі этабымыз бұл 7-ші этап, ультрафиолет аппаратының қызметі тұрып қалған сулардың халатын жақсылау қызметін атқарады. 8-ші этабымыз бұл соңғы этап, бұл ультрафиолет аппаратынан шыққан суларымыз кранлар арқылы фильтрланып жеткізіледі. Енді сіздерге бұл аппаратымыздың 3 күнде тұзлардан тазалау қызметін қалай атқаратынын түсіндіріп өтемін. Аппаратымызды іске қосамыз, ручной халатына өткереміз, һәм бірінші насозды қосамыз іске. Іске қосылғаннан кейін бұл кварц аппаратын бірінші 3 минут, екінші халатта 3 минут, һәм кейінгі өзінің халатына қайтарамыз. Екінші актив угол аппаратында суды тақлетте 3 минут, һәм кейінгі өзінің режиміне қоямыз. Бұл кварц аппаратын тұзлардан шаю болып 10 минут қызметін атқарады. Соңғы режиміне өтіп, кейін шеп тарепке 10 минут қоямыз. Бұрынғы өзінің халатына қоямыз. Бұнда бұл аппарат 10 минут астынан үстіне шекем, һәм төменнен жоғарыға шекем шаю қызметін атқарады. Кейінгі этабымыз бұл 60 литр су. Бұған 6 кіла тұз салынады, һәм 10 минут davamında ертілуін күтеміз. Себебі біздерге айына бір мәртебе тұзбенен шаю керектігі болғандығы үшін, бұның ішіндегі 10 минут тұздан кейінгісі біздерге жетерлі болады. Соныңменен тұзбенен шаю айына бір мәрте алып барылады.